Могу кол чабуулардын баары силерге. Көрүп атасың Адилет, мындай да кылып атам, тигиндей да кылып атам, чыгып кол чаптырыш кыйын болуп атат маяктачы азыр мага. Ошон үчүн эме кой берип койсуң, кетпейт эч жака, менин жанымда эле болот, кетпейт. Той бүткөндөн как положено тапшырам, алып кетесиң. Мындай кылалычы, Адилет, көрүп атасың, биринчи маанайыңды сурайынчы, маанай кандай? Маанай жакшы. Жакшыбы? Ресторан экиге бөлүнүп турат. Оң тарап, күйөө жолдош, подружка, отура берлесиңер, ай, отура берле, кыйналбагыла. Бутуңар ооруп кетет. Оң жак, сол жак, кайсыл жагын аласың? Оң жактыбы же сол жактыбы? Оң жак. Оң жакты. Демек сол жакта туугандар жаккан жоксуздар Адилетке силер. Бүгүн оң жактагы жалпы меймандар, төр жактагы жаштар, аталар, апалар, баарыңыздар биригип красавчик Адилет командасы болосуздар. Рахмат. Келиңиз Айгерим. Маанайыңыз кандай? Сонун болуш керек. Кайсыл жагын аласыз сиз? Ашкан жакты. Конечно, выбор жоқ, сол жақты аласыздар. Сол жақтағы жалпы құда-құдағилар, барыңыздар бірігіп сіздер красавица Айгерим командасы. Адилет, кел астыға. Азыр мындай қыл. Микрофонды қолға аласың. Менің команда маанай қандай деп прям қиқырып қойшы, көрелші маанай қандай екен, хорошо? Менин команда. Ай, андай емес мындай. Қатырақ прям бар ғой мындай. Менің командам деп. Менин командам, маанай кандай? Балды. Жетші, болады, нормально. Айгерим келіңіз. Азыр эми Айгерим командасы көргөзүп болуңуздарчы. Байгелер турагалы бышкырыктарды кошуп, жеңгелер столсун чачып шпагат отуруп элсеңер болот. Бардыгына Дастан байкем өзү жооп берет, бакыт берет, жооп бересиздер. Айгерим сиз деле ушундай. Менин команда маанай кандай деп кыйкырып болот, хорошо? Аз микрофон берем, аз кыйкырып болот, потом кыйкыра албай каласың. Сүйлөштүкпү, кеттиң. Менин команда маанай кандай? Сіздер қаншалық қол чапқанса кейін бияқтағы меймандарды өмірі қысқарып Соның Айгерим командасы прям может еме мындай қылған. Кімнің командасы ұтты? Сол жақ. Айгерим командасы. Прям ол қиқырықтан кейін, конечно, мен көне тойда жүрішім, көңілдерді бөлішім, бирок невеста ушунчалык кыйкырганды биринчи жолу көрүшүм. Мощно кыйкырды бирок, жакшы. Кимдин командасы укту ошондо? Албетте менин командам. Ай, родной, жалко. Өлдүм го депчикен. Эми мындай кылалы туугандар, келиңиздер, ортого отуралым. Сиз өзүңүздүн командаңызды биякты карап турасыз. Сиз далын дегизип биякты. Кандай биякты? Далыңарды дегизип алгыла. Айгерим. Баягы Кыргызда айтат экен, үй бүлө жаңы курулуп келе жаткан үй бүлө бул жаңы мамлекет. Бүгүн Кыргызстаныбызда дагы бир мамлекет курулду. Ушул мамлекеттин президенти ким болот, экономика министри ким болот, сиздердин кадырлуу меймандардын кашында текшерип алалы. Урматтуу эки жаш, азыр мен сиздерге суроо берем. Ошол суроо кимге тиешелүү болсо, алдыга бир кадам басып коесуздар. Хорошо? Ал эми бизди сыйлап келген меймандар катуураак кол чаап. Bir kol çapsanızlar başlayla. Rahmat. Kudayım buyursa köktün gütkün gözkeyle. Uşul ortadoğa çağrılgan üy bülüğü mamlekettin prezidenti kim bolot? Adiletli kol çağlar var mı tuğanlara? Bravo. Al emin uşul üy bülüğünün ekonomika ministri Премьер-министр ким болот? Ой! Сен кайда? Сен президент бол, Сен болду. Сен президентсиң, ошол жерде каласың болду. Акча бул алат, по-любому. Калсаң. Ал эми
ушул үйгүлөгө акчаны ким таап келет? Адилетке болжолдар барбы туугандар? Ошол таап келген акчанын баардыгын ким коротот? Кудайым буйрса, ушул жактагы ак тилек ак баталардын баардыгы кабыл болуп, жыл айланып бешик тойго келелем. Ошол ортодогу жаралган наристенин кийимдерин ким жуйт? Только акча алганга эле кыйын окшойт токомчу. Носкилерин ким жуйт? Биздин Дастанбай агабызга, Бактыгүлдөй эжебизге таң эрте туруп ысык-ысык чайларын ким сунат? Браво, колчалар барбы? Менин байбичем чай берип атып, кир жууп атып чарчады го деп кээде-кээде Дастанбай кеме көргөзбөй ким жардам берип коет? Колчалар болсун, жакшы. Ушул залда алтындай убактысын кыйып келген жора жолдош достору менен футболго ким барат? Айгерим, сен эле бара берет окшойсуң футболго. Муну барбайт ким? Достору менен бильярдка ким барат? Тоже сен барат экенсиң. Рахмат, бириңиздер караңыздар, келиңиздер. Бири ошол жакта тура бериңиз болду. Адилет, билесиздерби туугандар, мен Адилет жөнүндө жакшы бир кептерди, жакшы бир сөздөрдү уккам. Тойго бир ай калганда мен Дастан агамдын үйүнө барып, ошол жактан программа түзүп, той кандай болот деп барганда, Адилет чындыгында тектүү элдин, тектүү жердин уулу. Азыркы учурда үй бүлөнү багам деп, азыр канчага чыктың? 25. 25 жашында анча-мынча эркектер кыла албаган ишти кылып, Кореяда иштеп жүрөт туугандар, окуп ошоңуздар кол чаап коюңуздарчы. Эми азыр Алланын астында азбек таап алган өмүрлүк жарыңды эркелетип койбойсуң бе? Алтыным, жаным, береким десек төрдө отурган аксакалдар айтат, Адилетке эмтеден эмне болгон деп. Ошол алтыным, жаным, берекем деген сөздүн баардыгын автоунан запчастарын алмаштырып эркелетерсиң, хорошо? Бир кадам сайын бирден запчас айтып. Сүйлөштүкпү? Адилетке поддержка барбы туугандар? Келейин. Мен жүрөгүм, мен эрке кызым. Мен родной автоунан запчастер дедим го. Бар го, мында газ, тормоз, ручник, лобовой дегендер бар го. Не? Сиденье, руль, лобовой, багаж, шина, стекло, боковые стекло, люк, мотор, руль, аккумулятор, газ, тормоз. Өмүрлүк жарым деп койчу. Өмүрлүк жарым. Чекесинен бир чип этип сүйүп койчу гана эмес. Кол чабар болсун туугандар. Рахмат. Атлет, жок, өзүң эле барып тур, өзүң эле барып тур, өзүң эле. Жаңы элеки жерге өзүң барып тур дейм. Жүр бияка жылып алалы. Байкадыңыздарбы туугандар, биздин кызыбыз өтө тамаша күйгөн туугандар. Кол чаап коюңуздарчы. Буну кылганга да дух керек. Дух керек. Неме, азыр мен сага микрофон берем. Бирок кыйкырмай жок, хорошо? Ызычы салмай жок. Бир жолу уруксат бердим кыйкырганга. Ток конокторум жүрөгү түшүп калды азыр. Азыр мындай кылабыз. Эми карачы, бой десе бою бар, ой десе ою бар, кабагында сүрү бар, командирский үйүнү бар. Өмүрлүк жолдошуңду жооп кылып сен да эркелетип кой, хорошо? Эми мен сенин автоуна запчастар айт деп кыйнабайм, өзүңө жаккан любой жаныбарга алмаштырып эркелетсең болот. Жаныбарга. Айгеримге кол чабуулар барбы поддержка? Келиңиз. Менин козум, мамалыгым, койнегим, мышыгым, күчүгүм, эчким, кодерегим, торпогум, куланым. Дагы эмне бар эле? Кирпич чеченим.
Eşek. Kuşum benim, bulbulum, jolborsum, arslanım. Өмірлік жолдошым деп қойшы. Ömürlük joldoşum bayım. Қол шабулар болсын туғандар. Келіңіздер. Шындығында мықты жұбайлары, мықты жаштар екен туғандар. Қол шапқыңыздар шыға тұрақындай. Ештекеден тартынбаған ұшындай болш керек заман. Баяғы Аділет, Алланың астынан бектеп алған өмірлік жарың бүгінгі күнде сен қолыңа ұшыл құшыңды қондырып тұрасың. Мен саға баяғы ақсақал болып, чоң киші болып ақыл үйреткім келмейді, бірақ бізден дағы айтып қой отырған милдетіміз бар да. Ал милдеттердің бірісі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам айтқан, менің үмметтерімдің ең жақшылары, ең мықтылары бұл ата-енесі менен жақшы қарым қатынашта болғандары, бір туғандар менен жақында болғаны, аялына аяр мамиле қылып, балдарына тура талин тарбиясын берген менен ең жақшы үмметім деп айтқан. Андықтан ошол үмметтің қатарын толықтаған, қармашқан қолыңары бекем, екі дүйіне бақтылы болған жаш жуайлар болады деп біз ішелеміз. Біз жөн ғана тілек қылабыз, қалғаның бардығы сілердің қолыңарда. Андықтан екі дүйіне бақтылы болсын деп бір қатырақ қол шап қылыңыздар. Ты моя принцесса, Рахмат. Қашық вилканы алып келіңіздер. Сілер ұшынша болып қалды. Маға жардамыңыздар керек. Маға жақтың өкім, короче говоря. Мен ойлайып той бітпейді қой. Бір қолыңа қашық қарамайсың, бір қолға вилканы қарамайсың. Азыр жүрі. Әділет командасы екі қолды биік көтереміз. Екі қолды биік көтереміз. Әділет командасы ғана биік көтереміз. Барбыз. Кім қолын көтербесі қолтығында проблемасы бар. Либо айрығы екелі вариант бар болды. Азыр алдығы қашық менен дирижер болып билетесің сен. Кім жақшы билебей етса, вилка менен сайып қойысын. Түшіндік пі? Жақшы билегенден біреуін алып шығауыз ортаға. Сөйлештік пі? Әділет командасы ордыңыздарды отыру елі оңғы солғы бір билеп беріп қоңыз атшы. Барсыздар бі маэстро музыка? Аралап билетесің. Әділет командасы. Кредит жоқ біле? Жүріңіз ортаға. Прям тұра қалып билеп баштадыңыздарға. Жүріңіз ортаға. Емі красавица, Айгерім командасы. Біздағы екі қолды биік көтереміз. Айгерім командасы. Айгерім командасы. Стоп. Мұндай қылалшы туғандар, кеңешіп алалы. Мен не барыңар депрессияда жүресің, көрбейм? Не ол, же барыңарды бүгін кредиттіңер келіп қалған ба? Келіңіздер, тойды болып көрбегенде шаңдырақ қылып беріңіздер сұраншы. Екі қолды биік көтереміз. Айгерім командасы. Биік, жақшылап. Сіздер ұшындай билетеміз. Хорошо? Маэстро кетті. Айгерім командасы. Бияқтан таптық үшіміз. Кім шығарамыз? Кім? Жоқ. Бияқты ба? Чарлеке көнікшім. Жүріңіз ежекем. Жүріңіз. Ортаға шығыр бұрат. Той ейлері сізді көргізіп отқан айнайым ортаға шығыралым. Әділет қыш билканы алып ордыңар отыра берсен керек болады. Рахмат. Келіңіз ежекем. Сіз бияғыма келіп алыңыз. Тетігіл жақтаға чоң приздерді көрдіңіздер бе? Ошоны мен тапшырышым керек азыр. Аны үшін танышып алалы. Атыңыз кім? Миргүл жеке, той есі Дастанбайке кимесі эмнесі болосыз? Жеңесі болым, та жеңес. Кимден? Күйөө баланын. Адилеттен. Адилет бүгін үйлөніп отады. Той есі Дастанбайке. Мені чаташтырасыз ғой, сіз атыңыз ошондо? Та жеңес болым. Жоқ, атыңыз сұрап атам мен. Атым Миргүл. Миргүле жеме қол шап қоңыздаршы. Мен өзім араң алып баратса, мені ошо толқында додасыңар бияқта. Так, Миргүле же, атыңыз сіздеке? Сайрагүл. Сайрагүл же, сіз кимесі болосыз?
Адилеттин жеңесі. Адилеттин жеңесі. Браво. Жақшы. Эме Миргүл эже келиңиз. Азыр маэстро музыка коюп берет, жанагы Андижанский полка деген президенттер бийлеген музыка бар го. Ошол музыкага төргө чейин бийлеген бойдон барасыз, бийлеген бойдон келесиз. Элдин баары колдоп, кол чаап, коштоп берсе, тетигил жакта турган главный призди тапшырабыз сизге. Сүйлөштүкпү? Ачылып-чачылып билейбиз. Поддержка барбы туугандар гана эмес анда. Миргүл эже. Төргө чейин бийлеп барып келебиз. Ай, рахмат. Миргүл эжем кандай бийледи? Рахмат. Жакшы. О, неме Адилет командасына тамак берип атасыңарбы өзү негизи? Вообще кол чабуулар жок го я. Келиңиз, Сайрагүл эжем. Бир жыртып салыңызчы, пожалуйста. Мен сизге эми главный белек тутуштун секретин айтайын. Сиз дагы төрөгө чейин бийлеген бойдон барасыз, бийлеген бойдон келесиз. Могул жерге жеткенде мен айт дегенде шпагатка отурасыз, сразу утасыз. Сайрагүл эжеме пади добс. Ой, Сайрагүл эжем кандай биледи? Рахмат. Жакшы. Тугандар эме главный белекти кимге тапшырышты мен тамада чечпейм. Тойдун ээлери Дастан агам менен Бактыгүл эжекем чечпейт. Жалпы коноктор сиздердин кол чабыңыздар менен, доушуңуздар менен чечели. Азыр кимиси жакшы билеген болсо, ышкырып коштоп кол чаап бериңиздер, тугандар ошол эле суранычы. Оң жактан чыккан Миргүл эжекем кандай бийледи? Сайрагүл эже. Музыканын коштосу жок, өзүбүз көрөчү гана, өзүбүздүн акыйкаттар гана. Оң жактан Миргүл эже. Сайрагүл эже. Кимге бересиз буранда? Я. Приз берип койчу, ажынайын. Приз. Жибер жөкөн. Дагы бирөөнү алып келем. Ну, керекті бұйып өте туғандар. Кімге береміз? Я! Миргүл эже дегендер қол чабалшы. Жоқ, жаттай бұны алғап тұр, бұл керек жоқ. Жүрек қойын. Да, қойын. Сол жақтан Сайра эже дегендер. Миргүл эже. Сайра эже. Деген біреуге берішіп беріп, екі жақ бірдей қол чабып қойсыздар ма? Я! Шамадан бөліп салайын ба? Кімге берелі? Да, Миргүл эже дегендер қол чабып беріңіздер. Стоп. Сайра эже дегендер. Что-то сіздерге ештеңе жоқ үшін. Ешқайда бұйырмады сіздерге бүгін. Жоқ, Тарзанкенің барды тамаша туғандар. Ошондо кимдин жолу улуу болуп калат бул жакта, кана? Я. Сиздики улуу болуп калат да, туурабы? Я. Сиз өзү кимдики экенин деле билбей атасыз өзү, Я. Бакышым, бопоням дес. Да, туура көрсөңүздөр тугандар, кол чабуулар менен Миргүл эжекеме ушул белек тапшырайын тугандар,